сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Отырыңдар. Балалар, мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сабағымызда өсімдіктер әлемі тақырыбы бөлім бойынша берілген тақырыбымыз тақтада тұр, өсімдіктер туралы не білеміз. Жалпы біз өсімдіктер әлемі дегенді қалай түсінеміз? Өсімдіктер әлемі Қол көтеріп айтайыншы. өсімдіктер әлемінде өсімдіктер түрлі мысалы гүлдер, өсімдіктер Және түрі ағзалар, иә? солардың сол жиынтығы өсімдіктер. Жақсы. Тағы кім айта алады? Өсімдіктер әлеміне тағы бұл сырымның ойы. Кім не айта алады? Айта қойыңызшы. Айтасың ба? Өсімдіктер әлемі дегеніміз осы әлемде өсімдіктер Өсімдіктер көп жалпы, иә? Жақсы балалар, енді жалпы біз шолу жасадық өсімдіктер әлеміне. Енді біз қазір сіздерменен тілдік грамматикалық анықтамаларды ережелерді жаттап жүрміз, иә? Кейінгі кезде қандай тақырыптарды өтіп жатырмыз? Өсімдіктер тақырыбының ішінде біз қандай тілдік бағдарларда жүрміз? Синоним жаңа айтасыңдар, иә? Жақсы. Енді синоним дегеніміз не? Кім айта алады? Синоним дегеніміз не? Айта қой. Синоним дегеніміз мағынасы бар, бірақ айтылуы басқаша. Иә, басқа сөздерді біз синоним дейміз, иә? Мысал келтіре аламыз ба? Кәне, кім мысал келтіреді? Айта қой. Мысалы, таған десек, мысалы халқа асты. Тағы, өзің келтіре аласың ба? Мұғалім дегенде ұстаз, білім беруші. Ұстаз, білім беруші және оқытушы деп айта береді екенбіз, иә? Жақсы. Тағы бір саласы бар, ол ғылымдағы тіл біліміндегі ең бір үлкен осындай синоним тағы бір ғылымы, демек ол еді? Антоним. Дұрыс айтасыңдар. Ал айта қой, Сабина. Антоним дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мағынасы бір-біріне қарама-қарсы деп айтамыз, иә? Мысал айта қой, Дания. Мысалы, ақ, қара, жақсы, жаман. Ыстық, суық, отыра ғой. Үлкен, кішкентай, Үлкен, кіші, ұзын, аласа. ұзын және қысқа иә? Биік пенен аласа антоним болады екен. Ал тағы осы тілдік бағдарға тағы бір шолу жасап өтетін болса, ол көп мағыналы сөздер және амоним. Ал енді амоним дегенімізде, көп мағыналы сөз дегенімізде, көп мағыналы сөз бен амонимнің екеуінің біз ерекшелігін де үйреніп білген болатынбыз, иә? Кәне қайталап жіберейікші. Данияр білесің бе? Тағы кім айта алады? Амоним дегеніміз не? Мысал келтіріңдерші амонимға. Мысалы, алма, ол жеміс және орнына сатта алма деген. Иә, екеуі екі түрлі сөз табынан болады, иә? Айта ғой. Ара, ол ағаш, жәндік. Екеуі екі түрлі сөз табынан болып тұр екен. Жоқ, бұл жерде екі түрлі мағына береді, бірақ екеуі де зат есімнен болып тұр, иә? Ара және сен аралан айтылған жоқсың, кесетін араны айтқан. Ол да зат есімге жатады екен. Аяр ол. мысалы, қала, ол біздің қазір тұрып жатқан Алматы қаламыз, ал қала ол кірпішті қала. Жақсы. Дұрыс па? Дұрыс. Ал енді көп мағыналы сөз бола алатын бір сөз айтыңдаршы. Көп мағына береді. Мысалы, қанаты, құстың қанаты болады, адамның қанаты болады және адамға қоятын ат болады. Демек, бірнеше мағына берді. Одан кейін тағы бір мысалымыз бар еді. Ол қандай мысал? Мысалы, бас. Тура мағынасы оның негізі адамның басы, иә? Ал енді осыға көп мағынасын мысал келтірді. Таудың басы, өзеннің басы дейді, иә? Демек, көп мағына бола алатын сөз екен. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз осы өсімдіктер әлемі, жалпы жануарлар әлемінде өсімдіктер дүниесі тақырыбы бойынша, бөлім бойынша бүгінгі тақырыбымыз өсімдіктер туралы не білеміз? Бүгінгі күнді дәптерге жазып, тақырыпты жазып алыңыз. Дәптерге.
Балалар, бүгін біз өсімдіктер әлемі, өсімдіктер туралы не білеміз тақырыбы бойынша мен Көмесов әдістемеден сіздерге сұрақтар қоямын. Осы сұрақтарға жауап беруге тырысыңдар. Мен көптікке берем, сол жауап беріп келеді. Өсімдіктердің адамға қандай пайдасы бар? Өсімдіктердің адамға көп пайдасы бар. Ал мысалы қандай пайдасы бар өсімдіктердің? Көп пайдасы деді ғой, соны бір-екі мысал келтірші. Ауаны тазартады, иә? Мысалы ауаны тазартады және тағы да басқа заттарды тазартады. Ал оттегі бөледі. Балалар, сіздер ең бірінші айтылған керек, су тегін өзіне қабылдап, оттегі шығарады, иә? Қандай пайдасы бар өсімдіктердің? Өсімдіктердің пайдалары адамдарға ауа береді, біздің әлемімізді әдемі және таза істейді. Тазалайды, иә? Ауаны тазалайды. Жақсы. Келесі сұрақ. Өсімдіктер әлемі жайлы не білеміз? Сабина айтқан дейді, ал айта ғой. Өсімдіктер әлемінде ағаш, гүл, шөптер бар. Жақсы. Өсімдіктер әлемі туралы не білесің? Өсімдіктер әлемі туралы мысалға да қызғалдақтың біздің 36 түрі бар. Тек қана Қазақстанда 12 түрі бар. Демек, Қазақстанның отаны қай ел, Амира? Қазақстанның отаны қай ел? Бізде тек қана 12 түрі ғана өсетін болса, Қазақстанның отаны біздің еліміз ғой. Ал кім айталады? Кім көмектеседі Амираға? Амира көмектесші Қазақстанның қызғалдақтың отаны қай ел? Кімнің есінде қалды? Ал? Қызғалдақтың отаны Қазақстан елі. Біздің еліміз, иә? Біздің отанымыз. Не себепті? Жаңа кім айтып кетті ғой? Не себепті? Отыра ғой, Амира. Не себепті біз Қазақстанның қызғалдақтың отаны? Қызғалдақ Қазақстанда ең бірінші болып табылған. Сонымен қатар ол қызғалдақ Қазақстанда көп. Неше түрі деді? Неше түрі тек қана Қазақстанда өседі деді? 12 түрі. 12 түрі деді. Іңкәрия. Естеріңе түсті ма? Естеріңе түсті. Ендеше Қазақстанда өсетін қандай дәрі өсімдіктер білесіздер? Кім біледі? Дәрі өсімдіктер. Адраспан деген нәрсені естіп көрдіңдер ма? Ал адраспанды қандай қасиеті бар білесіңдер ма? Үйді тазалап, үйден жаман нәрселерді алып шығады. Қуат деген сенім бар, наным бар, иә? Жақсы отыра ғой. Демек, адраспанның қасиеті инфекцияны өлтіреді екен балалар. Иә? Жақсы. Мәтін жатыр. Қазір біз сіздермен мәтінмен жұмыс жасаймыз. Қайсаргүл жайының ертегі. Мен сіздерге 4 минут уақыт берем. Осы 4 минутта сіздер тез-тез түсініп, оқып алуға тырысыңдар. Мәтін бойынша берілген, қарамен берілген сөздерді таптыңдар ғой? Енді мәтін бойынша мынандай тапсырма. Бірінші тапсырма. Мәтін бойынша берілген кестені толтырасыңдар. Бұл жерде сіздер осы берілген, жаңағы қарамен берілген сөздердің сол бойынша жұмыс жасайсыздар және мәтінде не туралы айтылғандығы, мәтіндегі тілдік құралдар, асты сызылған сөздердің мағынасын ажыратып көрсету керексіңдер. Уақыт беріледі. Мәтін бойынша берілген тапсырманы талдаймыз. Бірінші, мәтін туралы, мәтін не туралы болды? Кім айтады? Айта қояйық. Әлемге ұмытылған нәзік гүл сабағы туралы ертегі. Демек, өмірге ұмтылған нәзік гүл сабағы туралы ертегі. Келісесіңдер ма? Иә, келісесіңдер. Мәтіндегі тілдік құралдарды кім айта алады? Айта қойып, Нұрисма. Жер бауыры, асау сезіп, бүк түсіп жатқан біз бақпады,
Келісесіңдер ма? Келісесіңдер. Демек, жер бауыры деген сөз бар екен бұл жерде, иә? Сонымен асты сызылған сөз болды, 3 сөз болды, иә? Оның мағынасы рас ол. Оның астындағы мағынасы еңсесін, ол Бойын деген сөз. бойын, әлжуаз, әлсіз, ұнжырғасы, еңсесі. Еңсесі деген. Еңсесі деген сөздің мағынасын білесіз бе? Ұнжырғасы түсіп деген демек шаршап, ұнжырғасы түсіп, әлсіреп деген мағынаны білдіреді екен, жарайсыңдар. Енді бүгінгі өтілген тақырып бойынша жалпы өсімдіктер туралы не білеміз тақырыбы бойынша сіздер не түсіндіңдер? Бүгінгі сабақта сіздер нені білдіңдер? Не қиын болды және нені білу керексің? Осыны алдарындағы қағазға жазып, маған қалдырыңдар. Бүгінгі сабақта еңсесін, әлжуаз, енжырғасын сөздерінің синонимдерін білдім. Және де өзімнің тіл қорымды молайттым.